Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз түріктердің тәттілерінің бірі пахлаваны дайындайтын боламыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен арықтарымызды жуып кептіріп алып, содан соң блендердің көмегімен езетін боламыз. Бұл жерде менде греческий орех және де фисташковый орехтары. Мінекей осындай болып шығады. Енді біз қамырына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге ұн, сахарная пудра, манная крупа және де разрыхитель. Мен иісі шығу үшін ванилин қостым. Ол маңызды емес. Осылай жақсылап бәрін араластырып болғаннан соң үстіне аздаған қант қостым. Енді біз осылардың үстіне сары май және де сұйық май, 2 жұмыртқаны салып, слайм тәріздес қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шығады. Өте езілмелі, осындай үгітілмелі болып, осының үстіне біз жаңағы езген орехтарымызды салатын боламыз. Орехтар өте қатты шашылуы мүмкін, сол себепті біртіндеп үстіне салып отыратын боламыз. Енді біз табамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, және де жаңағы қамырымызды домалақтау арқылы формасын келтіріп жасап, осылайша табамызға салатын боламыз. Мінекей менде осындай болып шықты. Қамырларымызды бір-біріне алшақтау орналастырамыз, себебі көтеріліп піскен кезде бір-біріне жабысып қалмауы үшін. Үстіне безендіруіне осылай греческий орехты қоятын боламыз. Печенье тәріздес пахлавамызды қызып тұрған пеште 150 градуста 20-25 минутте пісіріп алатын боламыз, ал піскенше біз сиробын дайындаймыз. Менде сикер бұл жерде және де салқын су жақсылап қайнатып алатын боламыз. Сикер астына жауысып қалмас үшін жақсылап араластырып тұрыңыздар, және де лимонның жарты бөлігін сығатын боламыз. Дәл осылай. Мінекей бізде сарқылдап қайнады. Енді біз пісіп тұрған пахлаваның үстіне ыссы күйінде осылай құйып шығатын боламыз. Сиропты пахлава өзіне сорып алатын болады. Сол себепті кішкене молда құйсаңыздар болады. Мінекей біздің пахлавамыз дайын болды. Шаймен ішкенге өте керемет болады екен. Дәмі сондай тәтті. Бұл әрине қатты тәттіні жақсы көретін адамдарға өте қатты ұнайтын болады. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.